Құн салығы біздің жанама салық болып келеді. Жанама салық дегеніміз, сіз мысалы базарға барып, қандай да бір киім алсаңыз, зат алсаңыз, сол заттың құнына қосымша қосылған салық бар. Бұл салықты негізі төлеу, сіз мемлекеттік бюджетке төлеуді өндіруші сіз арқылы төлеп отыр. Бұл дегеніміз, сіз егер қандай да бір затты алсаңыз, сол заттың құрамында НДС бағамын арттырсаңыз, қазір НДС бізде 12% болып келеді. Ал енді оны 20%-ға арттырып жіберсеңіз, сіздің барлық тауар өнімдеріңіз, қызметтеріңіз сол 8%-ға арта қымбаттай бастайды. Ал тауар мен қызметтердің қымбаттауы әрине ешкімге де қандай да қолайлы жағдай туындырмас.